Асхат Өмірбаевтың Қарақұрт әңгімесі. Маң-маң басқан түйенің қос өркешіндей тау арасынан таң алакеуімде сығырайған күн шапағы сайын даланы ұйқысынан оята бастады. Құмырсқа атаулы илеуінен өріп, еңбек майданына аттанды. Өрекпіген ыстық желдің ызыңы бұйрат құмдар мен бетегелі даланың үстінде әндетіп тұрып алды. Бір кездері апорты мен аты аңызға айналған зәулім шаһар мен талдан қорған жасап алған қала бағытында көліктер ерсілі-қарсылы жүйткиді. Алып мегаполистегі арадай құжынаған адамдардың қарекетін көресің. Қара базардың әр тұсынан ащы айғайға басып, жол сұраған арбакештерді көзің шалады. Есбол ескілеу көлігімен өзге қалаларға жиі қатынайды. Тұрлаусыз күйбең тірліктің қамымен жүріп, нәпақасын айырады. Құрқылтайдың ұясындай үйдегі жандар ерінің қас-қабағына қараған әйелі мен балалары. Қылықтары балдан тәтті. Кішкентай қос өрімді бұрымдылар әкелері жұмыстан шаршап келгенде мойнына асылып, «Әке, бізге сөйлейтін қуыршақ әкеп берші» деп қыңқылдайдай келіп. Мұндайда әйтен, «Әкелеріңнің мазасын алмаңдар, қуыршақтарың бар ғой, одан да әдемі көйлек алайық» деп тыйып тастайды. Әйелі азға шүкіршілік қылған жан, ысырапқа жол берген жері жоқ. Өзі үнемшіледі. Елдің тұрмысы нашарлай бастаған кезде әр тиынды орнымен жұмсауды үйренді. Кейде қыздарына жаңа киім әперіп, қуантып қойғанды ұнатады. Әйтеуір қатарынан қалмаса екен дейді. Талдықорғанның шетінде жаңадан салынған Мөлтек аудандағы көп қабатты үйдің біріне жуықта көшіп келген. Көзін ашқалы әке шешесі, кейін өзі де пәтер жалдап, көшпенділер секілді ғұмыр кешті. Жылдар бойы жылғадан аққан суды қос қолдап, көшетке құйғандай там-тұмдап жиып, несиеге 2 бөлмелі пәтер алды. Есболдың бала кездегі арманы ұстаз болу еді. Мұғалім атанып, тапқаны отбасын асырауға жетпеген соң, қолды бір сілтеп таксист болып шыға келді. Күндіз түні құмырсқадай тыным көрмейді. Бірер күн үйде ауырып жатып қалса, тіршіліктің суық қолы тамағынан ала бастайды. Таң сәріде Алматыға адам жеткізген соң, көлік ішінде 1,5 сағаттай дамылдап көз шырымын алды. Есбол несие төлеуге 3 күн қалғанын ойлағанда, еңсесі езіле түсіп, ұйқысы шайдай ашылып кете берді. Тіз қатарынан тізілген көліктердің иелері кезектесіп адам жинап байыз таппайды-ау. Таңғы асына бірер самса мен қою күрең шайды қанағат тұтты. Қарын тойдырып ас ішуге ақшасын қимады. Мардымды жұмыс таппай, ар намысты белге буып, адам тасығандардың қарасы көп екен. Кезекке тұрса, кешке дейін көлігін қаңтарып қоймақ. Уақыт шіркін зымырап өтіп бара жатқанын несие ұмыттырмайды-ау. Қаланың шыға берісіне тоқтап, Талдықорған деп жазылған тақтайшасын көтеріп тұра қалды. Бір кезде жанына орта бойлы, еңгезердей жасы 50-ді еңсерген шиқан бетті, көзінің аласы көп, түкті қасты біреу жетіп келді. Такси? Иә, такси, Талдықорғанға барамыз. Салонды түгел аламын, жолдан ешкімді отырғызбайсың деп гүжілдеді әлгі жолаушы. Есбол болады дегендей басын изеді. Жақсы болды, адам жинап тұрмайтын болдым. Ақшасын төлесеңіз үйіңізге дейін апарамын деді, іздеген адамы табыла кеткеніне қуанып. Жүгім бар. Таксист жүк салғышты ашты. Еңгезердей адамның жанында сырты әдемі 40 шақты қорап тұр екен. Әлгі адам бар жүкті кірпіштей қалап сыйғызып жіберді. Аяқ киім сататын саудагер ме деп ойлады таксист. Жол ақысын қазір төлесеңіз жөн болар еді, жанармай құю керек деді ол. Артқы орындыққа жайғасқан жолаушы жан қалтасынан портменесін алып 12.000 теңгелікті суырып, шопырдың жанындағы орындыққа тастай салды. Қалғаны өзіңде қалсын. Жомарт жан екен деп ойлады Есбол. Несі бар, қайта маған жақсы, несиемді тезірек жабамын. Сағат 10-ға тақап қалғанда кептелістен босаған Ауди көлігі алма иісі аңқыған қаладан ытқып шықты. Таксист жолды қысқартпақ болып, қай жақтан келесіз деп сауал қойып еді, шойын қара тіл қатпады. Шаршап келе жатқан шығар, мазаламай-ақ қояйын деді іштей. Өзі де маужырап келе жатқан соң сөйлесуге құлықты болмады. Күннің ыстығы жазға сыймай тұр.
Жеңіл көлік жылдам жүйткіген сайын әйнектің сызғыш еніндей саңылаудан ішке қапырық жалын ұрады. 70 шақырымды еңсеріп тастағанда Қапшағай қаласы көрінді. «Осы жерден тоқташы», деді гүжілдеген дауыс. Желмен жарысқан жүрдек көлік мәре сызығын кесіп өткен тұлпардай арынын бәсеңдетіп кілт тоқтады. Жолаушы көліктен түсті де жүк салғышты ашып, бірнеше қорапты белін буған скотчты кеңсе пышағымен тіліп, жолдың жиегіндегі сайға домалатып жіберіп қайта отырды. «Кеттік», деді бұйыра сөйлеп. Есбол ерсілі-қарсылы жүйткіген көліктердің даусынан жолаушының жүк салғышты ашқанын да аңдамай қалды. Ол қарсы алдындағы айнаға қарады. Әлгі еңгезердей адам міз бақпаған күйі айнаға тесіле қарап қалыпты. Көкшіл түсті көлік қайта қозғалып кетті. Қапшағай қаласы шетіндегі көзді арбаған ойынханалардың ортасымен зулап, зымырап келеді. Есболдың ұйқысы келді. Кеше күні бойы қаланы түгел шарлап, адам тасып әбден шаршады. Ақшам жамырағанда таксистердің қарасы азайып, бір үйдің 4 адамы Алматыға жеткізіп тастаңыз деп өтінген соң, тынығып алмастан рөлге қайта отырған. Міне, екі көзіне ұйқы тығылып, тынымсыз есінеп келеді. Ұйқыны ашады деп алған энергетикалық сусынды ішіп еді, тыңайып қалғандай болды. Осы құрғыр сусындар бүйректі отырғызып тастайды дегенді сан мәрте естіген. Бірақ көлік айдап келе жатып, ұйықтап кетпес үшін амалсыз алады. Жаздың ми қайнатар аптабы сайын далада асыр салып, құрақ біткенді дірілдетіп сары түске бояй түскен. Суы мол шалғындық маңында шырылдауық шегірткелердің әні естілмейді. Аспанда бір шөкім бұлт болсайшы. Жол бойында кепкен балық, қауын қарбыз сатқан саудагерлер ұшырасты. Бейтаныс жолаушының телефоны безілдеп қоя берді. Бұл кезде Кербұлақ ауданына жақындап қалған. «Көлікті тоқтатшы!» Бейтаныс жолаушы тағы гүжете қалды. 120 шақырымдық жылдамдықпен келе жатқан көлік шиқылдап барып жолдың жиегіне жер бауырлап тоқтады. Жолаушы көліктен түскен бойда жүк салғышты ашып, бірнеше қорапты көтеріп, терең сайға түсіп кетті. Ол қораптардың бірінен соң бірін ашып, төменге лақтыра берді. Беті ашылған қораптардан құжынап, қыбырлап шыққан жүздеген қарақұрт жан-жаққа бытырай жөнелді. Қармауыш аяқтарымен белгісіз өлкенің тасы мен топырағын алғаш басып, жайқала өскен шөптердің ішіне індете еніп кетті. Есбол үлкен кісілердің қуығы ұзақ жолға шыдамайды дегенді естіген. Беймаза жолаушының көлікті тоқтатқанына ренжіген жоқ. Дәрет сындыруға кеткен кісінің соңынан қарауға дәті бармады. Қарама қарсы жолда алдынан шығып жүйткіген шетелдік қымбат джип көліктерге тамсана қарап, біз қашан осындай көлік мінер екенбіз деп қиялдап қойды. Көліктің есігі ашылып, жолаушы артқы орындыққа жайғасқан соң кідірмей жүріп кетті. Алапат ыстық пәрменін көрсетті. Көкте қалықтаған құс көрінбейді. Жазғы қапырық кабина ішіндегі тымырсық ауаны тарылтып жіберген. Таксист ауа баптағышты қосайын деп еді, бензинді үнемдемек болып, ол ойынан айнып қалды. Есесіне көліктің терезесін молынан ашты. Көңілсіздікті сейілткісі келіп шалқарды қосып қойды. Радиодан әнші Роза Рымбаева «Жазира жасыл кілем өрнектеген Дариға туған жерге жер жетпеген» деп әндетуде. Есбол қазақтың жұпыны тұрмысын және тобырдың қолындағы қазба байлықтар жайында ойланып кетті. Иә, сүйемдей жерге сүйегін қалдырған ата-бабаларынан мирас болып қалған киелі жер. Осынау қасиетті жерде қандай қазба байлық жоқ дейсің? Алтын, күміс, уран, мұнай, газ. Менделеев таблицасындағы барлық элемент бар деп еді бұрынғы бір әріптесі. Көк ту желбірегелі ширек ғасырдан астам уақыт өтсе де, қазақтың жарымай жүргенін түсіне алмады. Бұл кезде көлік көксуға таяп қалған. Көлікті тоқтат, бейтаныс жолаушының даусы тағы да өктем шықты. Музыкаға елігіп естімей қалған ба деп ойлаған такси жүргізушісі тежегішті баяулата баса берді. Жеңіл көліктің дөңгелегі шиқылдай асфальтқа үйкеліп кілт тоқтады. Бейтаныс жолаушы сыртқа атып шығып, жүк салғышқа қос қолды салды. Іле 5-6 қорапты сыртқа алып шығып, сайдың ішіне қойып кетті.
Есбол да дәрет сындырып алмақ болып тал-терек көмкерген сайға түсті. Ыстық жалын бетке ұрады. Көліктен шыққан жанармайдың иісінен жүрегі лоқсыды. Жоғары көтеріле бергенде жолаушының қораптардың сыртындағы скотчтарды кеңсе пышағымен тіліп жіберіп, сайға домалатып жібергенін көзімен көрді. Көрсе де байқамағансып рөлге қайта отырды. Басын небір ойлар шарлап кетті. Бұл адам кім болды? Сырты әдемі қораптар қоқыс емес шығар. Оның ішінде не бар екен? Мүмкін есірткі шөп. Я, уәделескен адамдары осы жерден алып кететін шығар. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл жолаушы ту сыртынан пышақ сұғып майып қылмасына кім кепіл? Жолсерік қорқынышын сейілту үшін көңілді музыка қосып қойды. Көз қиығымен айнаға қарап қояды. Бейтаныс жолаушы көлікке қайта жайғасты. Бейтаныс жолаушының ныспысы Алжан еді. Ол 1 жыл бұрын Алтайдың арғы бетінен ата жұртты сағынып көшіп келген. Арқа төсіндегі бір ауылға тұрақтады да, үкімет берген азын-аулақ ақшаның басын құрып, 30 шақты қой ешкі сатып алды. 2 гектар жерді аукцион арқылы сатып алып, егін екті. Шүкір, шаруасы оңалып келе жатыр еді, көрші мемлекеттен жақын ағайыны хабарласып мазасы кетті. Сол нағашы апасы Уәтай ашық күнде басына найзағай ойнатып, жаман ауруға душар болдым, санаулы күнің қалды дейді дәрігерлер. Отбасыңмен бірге тез жет деп тілдей жедел хат жіберіпті. Содан туысының көңілін сұрау үшін Алжан үйді, малды ағайын туысқа тапсырып, отбасымен Алтай асып кете барды. Шетел вокзалынан әскери киім киген адамдар Алжанды ұстап алып, оңаша бөлмеде тергей бастады. Мұның көзін байлап бір қараңғы жертөлеге әкеп қамады. Әскерилер мұны итше тепкілеп ас су бермей қорлық көрсеткен. Әйелі мен балаларын ел аяғы баспаған бір ормандағы лашықта ұстады. Сығыр көзді әскери шенді біреу келіп, сен бізге қызмет жасайтын боласың. Егер біздің айтқанымызды орындамасаң, мына 2 ұлың мен әйеліңді көзіңше бауыздап тастаймыз деп қоқан-лоқы көрсетті. Сонда не жасауым керек дейді қабағы жарылып, беті күптей болып іскен Алжан. Қазақстанға барып, біз берген қораптарды таратасың. Билікке елдің сенімі қандай? Қазақстаннан қандай қазба байлықтар шығады? Қандай қару-жарағы бар? Қысқасы, біз сұраған мәліметтің бәрін тізіп бересің. Алжан басын салбыратып отырып қалды. Ауыр соққыдан кеудесі ауырсынып әрең дем алды. Көзінің алды қарауытып кетті. Әйелім мен балаларымды көргім келеді, деді ол терең күрсініп. Міне, мына телефонды ал, жаныңнан тастаушы болма, деп ескертті әскери адам. Смартфонның ар жағынан әйелі мен балаларының жүзін анық көрді. Төсек тартып жатырмын деген Уәтайдың жүзі жадыраңқы, қол бұлғап қояды. Бейне байланысты әскери адам кілт үзді. Алжан амалсыз Қазақстанға қайта қайтты. Міне, ұялы телефонына хабарлама келіп жатыр. Біз бәрін ғарыш арқылы бақылап тұрмыз. Әр қорапта белгі беретін қондырғы бар. Сен 3 жерге ғана тауарды жеткіздің. Қораптарды елді мекендерге жақын жерге таста. Тапсырманы орындамасаң, ұлы жерде өмір сүріп жатқан отбасың мен туыстарыңның жанын көзіңше суырып аламыз. Ар жағынан әйелі мен балаларын қамауға алған бетперде киген біреудің сұлбасы көрінді. Есбол шындап қорқа бастады. Әсіресе артында отырған бейтаныс жолаушының қолындағы кеңсе пышағы көз алдынан кетер емес. Сәл қиқаңдаса, тамағын орып жібермек. Сосын мұның мәйітін терең сайға домалата салып, рөлге өзі отырады. Есболдың көз алдына үйіне келгенде қуана жүгіріп шығатын 3 қызы келді. Өздері сондай сүйкімді. Әйелі мұның соңынан ұрпақ жалғастырар ұл туып бергісі келедіқ, әзірге бұйырмай жүр. Қапелімде мынаның қолынан шейіт болып кетсем, мұрагерсіз қалатын болдым ғой деген ой келуі мұң екен, денесі түршігіп кетті. Қыз бала жақсы әрине, бірақ ұлдың орны бөлек қой. Ертеңгі күні кең байтақ қазақ жерін кім қорғайды? Таксист аман қалудың жолын іздестіре бастады. Әр сәт сайын тамағына өткір пышақ тақала түскендей алқынып, өне бойы терлеп кетті.
Құдды жанында жаналғыш қанішер отырғандай, өмірінің ең соңғы секундтары көз алдында сырғып өтіп бара жатқандай сезінді. Өткір кездік өзіне тақала түскендей біресе жолға, біресе қарсы алдындағы айнаға сәт сайын көз қиығын салып келеді. Бұл кезде 20 шақты қораптан шыққан улы өрмекшілер қазақтың сайын даласын бетке алды. Қара қораптан шыққан мыңдаған, быжынаған бүйілер тау мен тастың арасына жасырынып, енді бірі шөп шалаңға қойып кетті. Қызыл қораптан шыққан қара құрттар арқарлы асуынан әрмен асып, қаперсіз отырған қазақ ауылдарына қарай жөнкілді. Сары қораптан шыққан сарышаяндар Қапшағай маңайындағы түнгі ойынханалардың маңын паналады. Дәл осы кезде қарасирақ балалар ауыл шетіндегі өзенге суға түсіп, күнге қыздырынып жатыр еді. Кішкентай балалар судың жағасында бір-біріне су шашып ойнап, еш уайымсыз саңқылдап күледі. Мектепке барып жүрген ересек балалар суға қойып кетті де, 4-5 жастағы балалар жағалауда дымқыл құмнан қамал жасап ойнауға кірісті. Сәл әріректе жалаңбұт жүрген сәбилер сусыма құм үстінде саусақтарымен сурет салып, үлкендердің суға жүзгендерін қызықтаумен болды. Таяқ тастам жерде кішкентай балаларға қарай ондаған қарақұрт зымырап келе жатты. Бұлар улы қарақұрттардың ерекше түрлері еді. Қара ниеттілер қарақұрттарды арнайы жертөлелерде өсіріп, түрлі тәжірибе жасады. Адамды шаққанда уы қанша уақытта денеге тарайтынын, қарақұрт шаққан адам неше минутта өлетінін егжей-тегжей зерттеді. Өлім жазасына кесілген қылмыскерлерге сан мәрте сәтті тәжірибе жасады. Сайтани сана сіңген ғалымдар, арахнология саласының білгір мамандары аса қауіпті улы қарақұрт тұқымын өсіру үшін жылдар бойы тырбанып тер төкті. Аяқ қармауыштар жақындай түсті. Ұсқынсыз кейпімен жолда кездескен құрт құмырсқа кесірткені үркітіп жол ашып келеді. Сәл тоқтап, аңдысын аңдығандай қайта алға өршеленеді. Міне, қарақұрттар мен алаңсыз ойнап отырған сәбилердің арасы тым жақындай түсті. Күнге қызған құмды қолмен көсіп алып, жерге отырған бойда алдына созып жіберген аяқтарын көмгенін қызықтаған балалар ту сыртынан келе жатқан улы өрмекшілерді байқамай қалды. Бұғып жатқан 2-3 қарақұрт шөптің арасынан шығып, алаңсыз ойынға кіріскен сәбилердің қасынан табылды. 5-6 қадам аттаса шағып алмақ. Кенет бір бала теріс қарап отырып, арт жағынан құм алмақ болды. Сол сәтте қолына жыбырлап бір нәрсе жабыса кеткенін сезіп, оқыс бұрылып бақырып жіберді. Сәбилер жағалауды азан-қазан қылды. Ересек балалар жағаға қарай малти жөнелді. Есболдың өне бойын тер басты. Айнаға қарап көзі талды. Өзінің тым қатты шаршағанын сезді. Сайдан жоғары көтеріле бергенде қарсы алдынан зымыраған бір көлік атып шықты. Қас қағым сәтте сасқалақтап, рөлді оңға бұрып жіберді. Жылдан бұрылған көлік шайқатылып, аударылып кете жаздап қайта қалпына түсті. Ой, әкең! Есбол айғайлап жіберді. Бұлардың бәрі праваны сатып алған. Мұнысы абырой болған екен. Бойындағы қорқынышы сейіліп, өзіне деген сенімділік пайда болды. Айнаға қарап еді, дәу қара да мазасызданып түтігіп кеткендей көрінді. Тұтқадан мықтап ұстап міз бақпай отыр екен. Көлікті қатты жүргізуім керек. Сонда маған шабуыл жасауға жүрегі дауаламас. Егер пышақ кезенсе, тежегішті қатты басып қаламын деп ойлады Есбол. Сүт пісірім уақыттан соң көлік аудан орталығына келіп жетті. Қазір мен темекі алып келейін деп Есбол сыртқа шығып кетті. Бұл маңай тұтас базар болатын. Құжынаған адамдар әрі-бері сабылады. Таксист сапырылысқан көліктер мен адамдардың арасына сіңіп кетті. Полиция учаскесіне кіріп келді. Жүзі әлем тапырақ. Сіз кімсіз, кімге келдіңіз, деді автомат асынған қарауыл. Мен таксистпін, міне құжатым. Менің көлігімде бір күдікті отыр. Күдікті адам дейсің бе? Қазір түймені басып учаскелік полицияларды шақырды. Іле погон таққан екеу көрінді. Бірден тергеуге көшкен. Күдікті екенін қайдан білдің, деді полиция өкілдері.
Ол менен жолда адам алмауымды сұрады. Алматыдан отырды. Содан ол жол бойы көліктен бірнеше рет түсіп, жүктерін сайға қарай лақтырып келеді. Түрлі түсті қораптар. Қораптар дейсің бе? Жүр тексерейік, алдыға түс, деді лейтенант шеніндегі 30-дар шамасындағы жігіт. Үшеуі көлікке таяп келді. Әне, анау Ауди. Мен жақындамай-ақ қояйын. Оның қолынан пышақ көрдім. Ол сіздерді ертіп әкелгенімді сезіп қойса, маған пышақ кезенуі мүмкін. Жарайды, бірақ алысқа ұзама, осында күт. Құжаттарыңды сосын аласың. Полицияның 2 қызметкері жеңіл көлікке жақындап, жолаушыдан құжатын көрсетуді сұраған. Еңгезердей жігіт ағасы қашып кете алмасын білген соң, амалсыз жан қалтасына қолын созып, тілдей жеке куәлігін ұстатты. Так, түсінікті. Қазақстанға қашан көшіп келдіңіз? Былтыр, деп күңк ете қалды Шойынқара. Жүгіңізді көрсетіңіз, не алып келесіз? Жүгім жоқ. Жолаушының өне бойын тер жауып кетті. Көліктен түсіңіз, багажды көрейік. Шойынқара көліктен шығып, қинала жүк салғышты ашты. Мына қораптарда не бар? Білмеймін, бұл менікі емес. Жүргізуші қайда? Темекі алам деп кеткен. Жас полиция өкілі қораптың бірін ашып жіберіп еді, ішінен аяқ қармауыз шығып кете жаздады. Ох, ты тварь! Жас полицей шошып қалып бетін қайта жаба салды. Қара күш иесі екеуін бір-біріне итеріп жіберіп қаша жөнелді. Бірақ қорбиған денесімен ұзаққа бармай тұтылды. Лейтенант суық көзімен сұқтана қарап, Шойынқараның қолын артқа қайырып кісен салды. Есбол терең тыныс алды. Арқасынан ауыр жүк түскендей бойы жеңілдеп сала берді. Шойынқараны полиция учаскесіндегі темір торға қамап тастады. Лейтенант мұның құжаттарын қайтарып беріп жатып, сіздің көлігіңізге мінген жолаушы бірнеше қорап улы өрмекшілерді тасымалдаған. Жетісу жеріне улы қарақұрттарды жайып жіберген. Есбол үстіне қарақұрт өрмелеп кеткендей дір етті. Терісі тітіркеніп кеткен. Ашуы басына шапты. Ох, хайуан, қазақ па өзі? Қазақ, қазақтан садаға кеткір. Үстіне қарақұрт өрмелеген бала ойбай салып жандармен қағып жіберді. Кішкентай балалар бақырып маңайға аттан салды. Бірі басы ауған жаққа қашты, қалғаны суға қойып кетті. Қатты шошынған бала алды-артына қарамай жүгіріп келеді. Ботадай боздап ащы айқайға басқан. Ересек балалар судан атып шығып, қарақұрттарды таспен, су мүжіген томарлармен ұрып өлтіре бастады. Тал түбіндегі арқандаулы аттар ащы дауыс шыққан жаққа мойын бұрып басын шұлғыды. Ешкімнің зардап шекпегенін көрген ересек балалар бауырларын атқа мінгізіп ауылға қарай шауып кетті. Кешке қарай қарақұрттар қаптаған жерге бақташы ауылдың қой ешкісін жайып жіберді. Қой ешкілер өзен жағасындағы жасыл шөпті қырқып, қарақұрттарды қырып салды. Улы қарақұрттардың біразы ауылдан алысқа қаша жөнелді. Бұл кезде қара бүйі, түкті тарантулдер, құршаян мен саршаяндар Балқаш көлін айналып өтіп, шу арқылы Сарыарқа құмына жетті. Осы өңірдегі аудандық газеттер қарақұрттардың күрт көбейіп кеткенін, одан сақтану шаралары жайында мақалаларды үзбей жариялап жатты. Қарақұрт шаққан, ауруханада жатқан адамдар жайлы хабар теледидар арқылы желде есті. Тек қарақұрттан көз жұмған сәбилер жайында ешкім тіс жармады. Ен далаға тарыдай шашыраған жүздеген қарақұрт бейтаныс жолаушының отбасы мен ағайындары тұрып жатқан ауылға қарай бет алды. Оқыған Гүлнар Құсайынқызы. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Назарларыңызға рахмет.